Егер адамзат тарихында бір ғана есім басқа планетаға қадам басу идеясының символына айналса, ол сөзсіз Илон Маск болар еді. Ол Марсты тек ғылыми қызығушылық ретінде емес, адамзаттың екінші үйі ретінде көреді. Ал бүгінгі таңда бұл қиял емес, нақты жоспарға айналып бара жатқан ең ірі ғарыштық стратегиялардың бірі. Бәрі жерден басталады. Адамзат мыңдаған жыл бойы бір планетада өмір сүріп келді. Бірақ ресурстардың шектеулігі, климаттық өзгерістер, жаһандық қауіптер бір сұрақты күн тәртібіне шығарды. Егер жер жарамсыз болып қалса, біз қайда барамыз? Дәл осы сұраққа жауап ретінде Марс пайда болды. Қызыл планета суық, шөл, радиацияға толы. Бірақ адам қолы жетсе, болашақ өркениеттің жаңа мекені бола алатын жалғыз үміт. Илон Масктың көзқарасы бойынша, Марсты атарлау бір реттік экспедиция емес. Бұл толыққанды жаңа цивилизация құру жобасы. Оның жоспарының өзегі алып Starship кемелері. Бұл кемелер адамдарды, жабдықтарды және болашақ базаны біртіндеп Марсқа тасымалдауы керек. Ең басты мақсат Жер мен Марс арасында тұрақты тасымал жүйесін құру. Алғашқы кезеңде бірнеше жүз адам жіберіледі. Олар тек зерттеушілер емес. Инженерлер, дәрігерлер, құрылысшылар, нағыз жаңа әлемнің негізін қалаушылар. Марсқа жеткен соң ең бірінші мәселе тірі қалу. Онда ауа жоқ, температура 60 градустан төмен, радиация жоғары. Сондықтан алғашқы база жер астында немесе арнайы күмбез тәрізді қорғаныс құрылымдарында салынады. Бұл базада оттегі өндіру жүйелері, су қайта өңдеу технологиясы, энергия көздері күн панельдері, жылыту және қорғаныс жүйелері жұмыс істеуі керек. Яғни адам Марсқа бармайды, адам Марсты өзіне бейімдейді. Келесі қадам өзін-өзі қамтамасыз ететін қала салу. Масктың басты мақсаты Марсты жерден тәуелсіз ету. Себебі егер Марс жерге тәуелді болса, ол толыққанды жаңа әлем болмайды. Сол себепті азық-түлік өндірісі, оттегі генерациясы, құрылыс материалдарын өндіру, энергия жүйелері бәрі Марстың өз ішінде жасалуы тиіс. Бұл кезең ең күрделі кезең. Өйткені әрбір қате бүкіл миссияны тоқтатып тастауы мүмкін. Ал ең үлкен арман Марста қала салу. Бірнеше базадан кейін ол қалаларға айналады. Қалалар кеңейіп, күмбездер бір-бірімен қосылады. Жер астындағы туннелдер пайда болады. Ал бір күні Марс бетінде жарық жанып тұрған нағыз мегаполис пайда болуы мүмкін. Бұл қалада адамдар өмір сүреді, жұмыс істейді, тіпті жаңа мәдениет қалыптасады. Марста туған балалар үшін жер тек тарих кітабындағы планета болады. Бірақ бұл жол оңай емес. Ең үлкен кедергілер – радиация, ұзақ қашықтық. Жер мен Марс арасы миллиондаған километр. Психологиялық қысым, техникалық ақаулар, ресурстар тапшылығы. Кез келген сәтте миссия тоқтап қалуы мүмкін. Дегенмен дәл осы қиындықтар адамзатты алға жетелейді. Илон Масктың ойынша, Марсты отарлау тек ғылым емес, адамзаттың сақтандыру полисі. Егер жерде апат болса, адамзат жоғалып кетпеуі керек. Ол басқа планетада өмір сүре алуы тиіс. Сондықтан Марс жай мақсат емес, болашақтың кепілі. Бір күні біз аспанға қарап, қызыл нүктені көргенде, ол тек планета емес, адам қолымен салынған жаңа әлем болуы мүмкін. Мүмкін сол кезде Марста алғашқы көшелер, алғашқы үйлер, алғашқы балалардың күлкісі естілер. Ал қазір біз тек бастаманың куәгеріміз. Бірақ тарих дәл осылай басталады. Алдымен бір адамның арманымен, кейін бүкіл адамзаттың тағдырымен. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.